Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көркем шығарманы оқыту мен талдауда педагогикалық тәсілдер. Жоспар: бірінші, білім беру жүйесіндегі жаңа технологияларды әдебиет пәнінде тиімді пайдалану. Екінші, оқытудың жаңа технологияларының философиялық негізі. Үшінші, көркем шығарманы оқыту мен талдауда ой белсенділігін арттыру. Пайдаланған әдебиеттер: мұғалімге арналған нұсқаулық, Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығының әдістемелік кеңесі ұсынған. Қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесі, авторы Жұмақаева. Білім беру жүйесіндегі жаңа технологияларды әдебиет пәнінде тиімділікпен пайдалану қажеттілігі күннен күнге артуда. Бүгінде білім беру жүйесінде түбегейлі өзгерістер жүріп жатыр. Білім мазмұнын жаңалау, құзырлыққа бағытталған ұлттық құндылықтар негізінде білім, тәрбие бере отырып, тұлға қалыптастыру ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік пен міндеттер жүктеп отыр. Білім берудегі басты мақсат қайткенде де оқу технологиясын қолдану емес, пәнді игеруде ұтқырлық пен ұтымдылықты жүзеге асыру болмақ. Педагогикалық технологиялар жүйелі ойлау тәсілдерін тәжірибеге енгізуді көздейді. Кез келген педагогикалық технологияны алып, өз тәжірибене енгізу мүмкін бе? Оқушы мен пәннің ерекшелігі, технологияның ерекшелігінен күтілетін нәтижені, үйлестіру мен жүйелеуді жан-жақты кесіп пішпей, сол технологияның философиялық негізін анықтап алмай қолдану мүмкін бе? Жоқ, олай қолдану мүмкін емес. Әдебиет пәнін оқытуда жаңа технологиялардың қайсысы тиімді? Қай технология әдебиет пәнінің мақсат мазмұнына сай келеді дегеннің жауабын іздеу аса маңызды. Қазіргі технологияда миға шабуыл, дебат, модель, жоба жасату, оны қорғату, оқу жазу арқылы оқушылардың сыни көзқарасын қалыптастыру жиі қолданылып келеді. Сын тұрғысынан ойлау, дамыта оқыту, саралап деңгейлеп оқытудың педагогикалық технологиясы тағы да басқа көптеген технологияларды пайдаланып жүр. Бүгінгі білім беру жүйесінде кез келген жаңа тәсілдердің жиынтығы педагогикалық технология деген статусты ала алмайды. Педагогикалық технология көптеген факторларға қатысты анықталады. Дайын рецепті ешкім бере алмайды. Ол рецепт пән иесінің тынымсыз еңбегімен, талғамының, үйлестіре, үндестіре, білім шеберлігінің, пәнге деген ынтасы мен сүйіспеншілігінің өтеуінде табылады. Әсіресе әдебиет пәнін оқыту мақсаты мен міндеттері ерекше. Поэзияны сүйіп, тұшынып оқымай, сөз астарын түсінбей, көркем шығарма оқуды жанына серік етпей, әдебиетті тиімді оқыту мүмкін емес. Әр әдіс өз тиімділігімен бағалы. Бабалар тарихында бір ғана баяндау әдісімен ақ әдебиетте ұрпағын құлшындыру басым болған. Сөздің қадір қасиетін анықталған. Кейде әдебиет сабағында мұғалімнің сүйсіне оқыған бір өлең ақ көп міндетті атқаруы мүмкін. Жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді. Әдебиет пәнінің басты мақсаты жүректегі сезімді жүрекке жеткізе білу, амалдарын іздеу. Әдебиет сабағындағы әнде, жырда, ойналып тұрған күйде маңызды. Олардың бәрі оқушы сезіміне, түйсігіне әсер ететін детальдар. Мәселен, жырдың әуенін тыңдатпай, батырлар жырын, герой эпостық жырларды оқыту мүмкін емес. Егер оқушы жырау мақамын естігенде күлер болса, жырау шығармасын тұшынып оқу екіталай. Ғасырларды көктей өтіп жеткен асыл сөз маржанның ішкі астарына үңілту, тілдік қорды құнарландыру соншалықты қиынға соғар еді. Тіл ұлттық құндылықтың бірі. Тілді тану әдебиеттен тысқары бола алмайды. Тілді білмеу, бағаламау, әдебиетті оқымауға, ұлтты қастерлемеуге әкеліп соқтырады. Ендеше әдебиет сабағында ұлттық құндылықтарға аса көңіл бөліп, әнді күйді жырда тыңдату, ұсақ түйек нәрсе деп қабылдату ағаттық болар еді. Көркем шығарманы оқытқанда ұсақ түйек нәрсе дейтін ештеңе жоқ. Әр детальдің өз қызметі бар. Көркем шығарма авторы қаншалықты маңызды болса, кейіпкер де соншалықты маңызды. Себебі олар бір тұтастықтың бөлшектері. Әдебиетті оқытудың басты мақсаты оқушыларды сөз өнерінің сырымен таныстыру, халық даналығы, халық өсиетінен нәр алғызу, кітапқа деген ынтасын ояту, халықтың рухани байлығы әдебиетін жан-жақты игерту, сол
сол арқылы имандылыққа, инабаттылыққа, парасаттылыққа, талғамға, сұлулыққа, отандық азаматтық рухта тәрбиелеу. Педагогикалық жаңа технологиялар Блумның таксономиясын негізге алады. Американдық ғалым Бенджамин Блум бір топ әріптестермен бірге 1956 жылы таксономияның танымдық саладағы мақсаттарды сипаттайтын бірінші бөлімін жарыққа шығарады. Осы бағытында бірінен соң бірі орналастырылған және өзара тығыз байланысты нысандарды жіктеу және жүйелеуді білдіреді. Блум таксономиясы танымдық саладағы мақсаттарды сипаттайтын жүйе. Таксономия идеялары бүкіл әлем педагогикалық жұртшылығына таным және ойлау әрекеттерінің деңгейлерін, оқу мақсаттарын айқындауда кеңінен қолданыс тапты. Оқылатын мәтінді түсіну деңгейі 4 деңгей бойынша бағаланады. Кез келген көркем шығарманы оқытқан кезде, талдатқан кезде осы 4 деңгей бойынша біз бағалаймыз. Бірінші, фрагментарлық түсіну, екінші, жалпы түсіну, үшінші, толық түсіну, төртінші, терең сыни түсіну. Бұл оқу мақсатында да дағдыға байланысты берілген. Жаңа технологиямен оқыту үшін бірінші кезекте жағымды психологиялық ахуал құрылады. Яғни оқушылардың топ ішінде оқушылардың жан-жақты дамуы, бірлескен өнімді әрі тиімді жұмыс жасауына қолайлы тұлғааралық қатынастар мен жағдайлар жасалады. Нәтижелі сабақта оқытудың дәстүрлі, белсенді, интербелсенді түріндегі оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасты көруге болады. Кері байланыстың тапсырмасы. Оқылған мәтінді түсіну деңгейіне қарай 4 деңгей бойынша бағаланады. Осы деңгей негізінде 4 тапсырма құрастырыңдар. Яғни, оқылған мәтінді түсіну деңгейі 4 деңгей бойынша бағаланады. Осы деңгейлер негізінде 4 тапсырма құрастырыңдар. Бұл тапсырма Асқар Алтайдың прописка әңгімесі негізінде алынады. Кері байланыс тапсырмасын орындағаннан кейін, оны Canvas жүйесі немесе электрондық почта, WhatsApp желісі арқылы жіберулеріне болады. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.